Қарқабаттай құрсағым, оттай ыстық құшағым. Бар қазақтың баласын бауырыма қысамын. Мен Сермұхан Фермер. Бүгін мен Жұлдыз Тойбек Райымбек қызынан сұхбат алатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе? Көмірлі Қарағандыға қош келдіңіз. Жұмыс барысында қандай қиындықтар болды? Соны айтып кетсеңіз. Мен өз жұмысымда бірден мемлекеттік тілді дамытуды қолға алдым. Сонымен бірге мынау әрбір көшеде біздің қазақ тіліндегі жазулар өте жаңағыдай сауатсыз жазылды. Соған ерінбей тіл басқармасы мен облыстық бірлесе отырып рейд жүргізіп, әрбір мекеменің есігін қағып, оның қайтадан сауатты жазуын біз талап еттік. Қоғамдық мәселелерді жеткізу үшін поэзияның әсері қандай деп ойлайсыз? Қоғамда төленгі мәселелер өте көп. Саны менің ауылым, туған жері, Егіндібұлақ ауданы, Мұхаммед Нұрмақов округі деп аталады қазір. Ауданымыз тарап кетті де, сол кезде мен сол ауданымды қайтадан ашу жөнінде өлеңімді мен өзімнің даусымды өлең арқылы жеткіздім. Енді ең соңғы сұрағымыз, жас мамандарға қандай кеңестер берер едіңіз? Мен енді жас мамандарға біріншіден мынау баспасөз саласында қызмет еткен азамат ретінде, екіншіден өзім ана ретінде ақыл айтқым келеді. Негізі мынау мамандықты өте таңдарда қатты ойлану керек. Аман келгенше өзің қандай мамандық жақсы көрдің, соны таңдау керек, сосын өте табанды болу керек. Уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат бергеніңізге алғысымды білдіремін. Сіздерге де сондай ризашылығымды білдіремін. Өте маңызды сұрақтар қойдың. Талабыңа нұр жаусын, жолың ашық болсын.